біз сутек газын екінші проверкаға жинадық. Енді осы жиналған газ сутек газы екенін дәлелдеу үшін біз жанған шырпыны проверканың сынауықтың аузына алып баруымыз қажет. Сол кезде, егерде ол сутек газы болса, пах деген дыбыс шығу керек. Ал енді соны тексеріп көрейік. Проверканы шешіп алайық. Яғни пах деген дыбыс шықты. Жиналған газымыз біздің сутек газы екенін біз дәлелдедік. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.